Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химия пәнінен қанықпаған көмірсутектер, алкендер, оқытушы Оспанова Айгүл Қанатовна. Біз бүгін алкендердің жалпы формуласын, молекула құрылысын, одан кейін номенклатурасын, изомериясын, физикалық қасиеттерін, химиялық қасиеттерін, алынуын, қолданылуын қарастырамыз және бүгінгі сабақ бойынша алған білімімізді тексереміз. Енді алкендер дегеніміз құрамында көміртек атомдарының арасында қос байланыс болатын көмірсутектерді айтамыз. Жалпы формуласы CnH2n-ді құрайды. Енді келесі молекула құрылысын қарастыратын болсақ. Алкендердің молекула құрылысы бойынша оларға sp2 гибридтелу тән, яғни байланыс түзуге бір пи байланысы және бір сигма байланыс қатысады. Көміртектер арасындағы байланыс бұрышы 120 градусты құрайды. Молекула пішіні жазық, үшбұрышты көрсетеді. Келесі номенклатурасы. Номенклатура дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, ол қосылыстарға атау беру. Ең бірінші юпак номенклатурасы бойынша біз қос байланыс орналасқан ұзын тізбекті таңдаймыз. Осы таңдаған ұзын тізбегімізді нөмірлейміз. Мына жағдайда біз нөмірлеуді оң жақтан бастаймыз, яғни қос байланыс жақын орналасқан жақтан. Аталуын құрастырамыз. Ол үшін бірінші жаңағы радикал орналасқан, орынбасушы орналасқан көміртегінің нөмірін жазамыз. Одан кейін радикалдың атауын жазамыз, метил радикалы. Одан кейін ұзын көміртек атауын жазамыз, пентен. Одан кейін қос байланыстың орнын сызықша қою арқылы көрсетеміз. Яғни біздің мына затымыз 4 метил пентен 2 болады. Ары қарай келесі біз изомериясын қарастырамыз. Изомериясына келетін болсақ, алкендерге құрылымдық изомерия тән. Яғни құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі заттарды біз изомерлер деп айтамыз. Мына жерден біз қазір көміртегі қаңқасын изомерін көріп отырмыз. Яғни 4 көміртегі, одан кейін 8 сутегін көріп отырмыз, және бір қос байланыс. Ол бір бутен бір болатын болса, мұнда да дәл сондай құрам, бірақ 2 метил пропенді көрсетеді. Келесі изомерияның түрі ол қос байланыстың орналасуы бойынша. Мына жағдайда бутен 1, яғни бірінші көміртектен кейін қойылған байланыс, ал мына жағдайда бутен 2, яғни көміртегі екінші көміртектен кейін қос байланыс орналастырылған. Және осы алкендерге тән изомерияның бір түрі бұл геометриялық изомерия, яғни кеңістікте орналасуына байланысты. Мына жағдайда егер жаңағы орынбасушылар, радикалдар бір жақта бірыңғай орналасатын болса, онда сис бутен 2 болады. Мына жерде бізде 4 көміртек бутен 2, ал мына жерде екеуі қарама қайсы бағытта орналасатын болса, орынбасушылары, онда транс бутен 2 болады. Келесі изомерленудің түрі бұл класс аралық изомерия. Бұл жерде біз пропен 1 мен мына жерде циклопропанды қарастыруға болады. Яғни екеуінің де құрамында 3 көміртегі, 6 сутегі бар. Яғни жалпы формуласы CnH2n-ге, яғни циклопропанда да және пропенде де формулалары ортақ. Сондықтан да бұлар класс аралық изомерлер болып табылады. Енді келесі көшейік. Келесі физикалық қасиеттерін қарастырайық. Алкендердің физикалық қасиеттері. Агрегатты күйі бойынша екінші көміртектен бастап 4-ші көміртектегі аралықтағы алкендер ол газ тәрізді сұйықтықтар. Ал 5-ші және 18-ші көміртектер арасындағы көмірсутектер бұл сұйықтықтар екен. Ал 19 көміртегі бар сутектерден бастап қатты заттар болып табылады екен. Ескерте кететін жай, қосылыстардың молекулалық массасы артқан сайын балқу және қайнау температуралары сәйкесінше өседі екен. Енді этиленге келіп тоқтайтын болсақ, осы алкендердің бірінші өкілі этилен, жалпы формуласы С2H4, балқу температурасы минус 169,2 Цельсий градусты құрайды, қайнау температурасы минус 103,7 Цельсий градусты көрсетеді. Суда нашар ериді, газ
зат, бұл зат газ, иісі мұнайдың газындай, мұнайдың иісіндей, және түссіз зат екен. Т деген, яғни түсі жоқ зат екенін біз көреміз. Келесі химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Енді химиялық қасиеттерінен қарастыратын болсақ, бұл алкандарға, яғни алкендерге қандай химиялық реакциялар тән? Ол бірінші гидрлеу реакциясы, галогендеу реакциясы, гидрогалогендеу реакциясы, одан гидратация реакциясы, одан каталитикалық тотығу реакциясы, жану реакциясы, дегалогендеу және полимерлену реакциялары тән екен. Енді осы реакцияларды біз этиленнің мысалында қарастырайық. Этиленнің химиялық қасиеттері. Бірінші гидрлеу реакциясы, яғни етилен өзіне сутегін қосып алады, ол катализатор және жоғары температура қатысында жүретін реакция, одан біз алкандарды алады екенбіз. Яғни этиленнен мына жерде этанды аламыз. Келесі галогендеу реакциясы. Бұнда галогендеу реакциясында бізде 1-2 дибром этан түзіледі екен. Келесі реакция гидрогалогендеу реакциясы. Бұл Марковников ережесіне сәйкес жүреді. Яғни жақын тұрған көміртекке сутегі жалғасса, келесі алыс тұрған сутекке хлор иондары жалғасады екен. Яғни мұнда галоген алкандар түзіледі екен. Так, мына жерде бізде хлор этан түзіліп тұр. Келесі гидратация реакциясы, яғни сумен әрекеттеседі. Катализатор, яғни қышқыл қатысында жүретін температура және қышқыл қатысында жүретін реакция, яғни спирттерді алуға болады екен. Келесі әлсіз тотығу реакциясы. Бұл жаңағы судың әсерінен әлсіз тотығады, сол кезде этилен гликоль алуға болады екен. Яғни мұнда бірінші гидратация реакциясында біз бір атомды спирттер алсақ, әлсіз тотығуда екі атомды, яғни көп атомды спирттерді алуға болады екен. Одан кейін жаңағы органикалық қосылыстарға тән реакциялардың бірі жану реакциясы. Этилен оттегінде жанады, онда барлық органикалық заттар жанғанда түзілетін көмір қышқыл газы мен су бөлінеді екен. Келесі дегидрлеу реакциясы, яғни никель катализаторы қатысында жүреді. Бұнда жаңағы этиленнен бізге ацетилен алуға болады екен, және сутегі газ күйінде бөлініп шығады. Одан кейін осы алкендерге тән реакция, бұл полимерлену реакциясы, катализатор қатысында жүреді, яғни N молекула алкен қосылып, бізге N молекула жаңағы полимердің мөлшерін береді екен. Енді басты бетке өтейік. Келесі біз алынуын қарастырамыз. Алкендердің алыну реакциялары. Бірінші мұнай өнімдерінің крекингісі арқылы алуға болады. Яғни С16H34 алкенді алатын болсақ, ол мынандай С8 және H18, тағы да С8H16 сияқты алкендерді алуға болады. Келесі, қаныққан көмір сутектерді дегидрлеу арқылы алуға болады. Мына жағдайда біз бутаннан бутен 1 немесе бутен 2 ала аламыз. Яғни бұл жүргізген реакциямыздың жағдайына байланысты. Келесі реакция спирттердің дегидратациясы, яғни спирттердің құрамынан суды бөлу реакциясы. Этил спиртіне күкірт қышқылы қатысында 140-180 градус температурада қыздыру арқылы этилен газын және суды жеке бөліп алуға болады. Келесі реакциямыз дегидрогалогендеу реакциясы, яғни галоген сутекті бөліп алу реакциясы. Яғни мына жерде біз галоген алканға спирттік натрий гидроксидінің спирттік ерітіндісін температура қатысында қосып, натрий жаңағы алкенді аламыз, және натрий бромиді су бөлініп шығады. Енді келесі реакциямыз дегалогендеу реакциясы, яғни құрамында 2 галогені бар реакцияны металдық мырышты қосу арқылы біз осы металл мырыш өзіне жаңағы осы галоген сутектің құрамындағы галогенді өзіне тартып алады, және галогеніміз бөлініп шығады екен. Келесі бізде қолданылуы, яғни этилен көп жағдайда қолданылады екен. Ең бірінші этиленді этанол алуға қолданылады. Этанолдан ацетальдегид алуға болады. Ацетальдегидтен ары қарай сірке қышқылын аламыз. Және де этиленнен
этилен оксидін алып, одан полиэтилен алуға болады. Этиленнен 1-2 дихлоретан алып, одан хлорвинил, хлорвинилдан күнделікті тұрмыста пайдаланатын поливинил хлоридті алуға болады. Және де этиленнен стирол аламыз, стиролдан ары қарай полистирол, яғни басқа да пластикалық заттар жасауға болады екен. 1-2 дихлоретаннан немесе этиленнен этилен гликольді аламыз. Этилен гликольдар қазіргі қатпайтын сұйықтықтар, яғни жеңіл автомашиналарда, жүк көліктерінде қолданылатын антифриз жасалынады екен. Енді келесі білімімізді тексерейік. Так, бірінші сұрақты көрейік. Алкендердің жалпы формуласы қайсы? Яғни сұраққа жауап береміз. Алкендердің жалпы формуласы Б жауабы, яғни дұрыс екен. Келесі сұрақ, екінші сұрақ. Пропендегі көміртегі атомның гибридтелу типі, яғни пропендегі көміртегінің гибридтелу типі, көрейік, жоқ, дұрыс емес екен. Яғни Г жауап екен. Келесі үшінші сұрақ. Алкендерде қандай изомерия типі жоқ? Яғни 4 типі берілген, көміртегі қаңқасы, қос байланыс орны байланысты, положение функциональной группаның орны, яғни осы жауап дұрыс екен. Келесі сұрақ. Алкендерге тән емес реакция: орынбасу, тотығу, қосылу және полимерлену. Яғни алкендерге қосылу реакциясы тән емес, дұрыс емес екен. Одан кейін орынбасу реакциясы, яғни орынбасу реакциясы тән емес екен. Келесі бесінші сұрағымыз. Массасы 4,2 грамм алкен, 8 грамм бромды қосып алады. Алкеннің молекулалық формуласы қандай? Яғни біз қараймыз. Б жауабын тексерейік. Яғни Б жауабымыз дұрыс екен. Назарларыңызға рахмет.